армысыздар ағайын. Бүгін біз діни соғыс туралы әңгіме жүргізбекпіз. Сонымен дін дегеніміз ағылшында болсын, орыс тілінде болсын, религия деген сөзі бар. Сол религия деген сөздің мағынасы байланыс деп аударылады қазақ тіліне. Байланыс дегеніміз адам мен Құдайдың екі арасындағы байланысы деп білуге болады. Міне соны бүкіл дүние жүзі дін деп түсінеді. Енді біздің қазақ тіліне келетін болсақ, дінмен біз Құдайға деген, немесе кейбіреулері жын сайтанға, немесе тағы да бірдеңеге табынуын білдіріп айтатын болады, айтып жүр. Ал шын мәнінде қарап тұрсаңыз, осы адам мен Құдайдың өзара байланысында және сол байланыстың сапасына тікелей әсер беретін ол осы адамның әкесі мен шешесі. Кеңінен айтатын болсақ, ол тұратын қоғамы, қоғамның ішіндегі дәстүрі, салты. Міне осылардың бәрі адамның деген Құдаймен байланысын не жақсартады, не керісінше бұзып, үзіп, жаман жолға шатастырып әкетеді. Сонымен, егер біз осы күні дінімізді дұрыстайық десек, дінімізді түзейік десек, ең алдымен осы байланысқа әсер ететін әке мен шеше, ата мен ана, ата мен әже, салт дәстүр, тәрбие деген ұғымдарға терең ой салып, назар аударуымыз керек. Оған енді өздеріңіз білетін бір мақал бар. Елді түзеу үшін бесігіңді түзе деген сөз қалған. Сонымен, егер адамның неліктен Құдайдан безіп жүргеніне, немесе басқа бір дінге ауысып кететініне қандай себепкер, қандай себеп салдары әсер етеді деп ойлансақ, онда шын мәнінде әкесі мен шешесі өте зор ықпал береді. Қараңыздар, егер адам баласы, жас жігіт болсын, жас қыз болсын, өзінің әкесі мен шешесінен күдерін үзсе, әкесі мен шешесінің авторитеті, беделі түсіп қалса, онда бұл адам, бұл жас бала сол әкесі мен шешесінен қалған дәстүрдің бәріне де сызып тастап, күмән келтіріп, ешқандай сенім білдірмейді. Ал оның бәрі қайдан шығады? Оның бәрі, қарап тұрсаңыз, әкесі мен шешесі, атасы мен әжесі жас өспірім балаға көңіл аудармағаннан шығады. Осы күні өздеріңіз көріп отырсыздар, әр үйде, әр шаңырақта, қайда барсаңыз, бәрінің қолында бір сотка. Бүкіл көңілі сода. Соткадан қалса планшет, одан қалса телевизор, телевизордан қалса YouTube, интернет. Адамның күні адаммен деген сөз жайында қалды. Ешкіммен сөзбе-сөз сөйлескісі келмейді. Атасы мен әжесі өзінің немерелерімен сөйлесу деген ол олардың тікелей міндеті. Әкесі мен шешесі балаларға көңіл бөлуге уақыты болмауы мүмкін. Бұндай аласапыран заманда олар ақша тауып, жұмыс істеп, асырауының өзі біраз еңбек. Бірақ атасы мен әжесі осы жас өспірім балаларға тікелей көңіл аударып, тәрбиесіне қадағалау міндет. Егер өзінің болашағын ойлайым десе, егер өзінің үрім бұтағының басқа дінге кетіп қалмасын армандаса, соны мақсат қылса, онда әрбір ата-ана, әрбір ата-әже өзінің немерелерін басқа ешкімге тәрбиелеткізбеу керек.
өзге үйдің ішінен тамақ тойдырма деген ұлыңа. Сол сияқты өзіңнің тәрбиеңді өзің беру керексің. Енді осы сөзіме қосатын тағы да бір көнеден қалған бір аңыз бар. Бірақ менің ойымша ол баяғы заманда болған зат. Оны аталы кітап деп атайды. Міне осындай аталы кітап әр шаңырақта болған. Сол кітапқа әр адам өзінің ойларын жазған. Және сол ойларын тек өздерінің ұрпақтарына, тікелей ұлдары мен қыздарына ғана жазған. Басқа ешкімге ол кітапты оқытқызбаған. Сол себептерден ондай кітапқа ешкім ешқашан өтірік жазбайды. Болған жағдайды шын түрінде жазып кетеді. Міне соның арқасында әр үйде сондай үлкен кітаптар болғандықтан әр бала әріп танығаннан кейін, немесе әріпті танымай жатып, атасы мен әжесіне осы кітаптан бір қызықты оқиғаларды айтып берші деп сұрайтын. Ал өзі сол оқиғаларды оқимын деп талпынған бала өздігімен әріп тануды үйренеді. Өздігімен осының білімін тез жетілдіруге үйренеді. Сосын барып өзімен осы әріптерді, осы оқиғаларды оқиды. Міне сонда қараңыз, әр ата-ана өзінің ойындағысын сөзге шығарып, сөзбен басып, кітапқа жазып кеткен. Сонда біз осы күні өздеріңіз білесіздер, әрбір қазақ айтады, жеті атасын есінде сақтау керек деп. Ал сол жеті атасын сақтағанның адамдардан сұрақ, сол адамдарға сұрақ. Сіз сол жеті атаның әрқайсысы нені армандады, нені ойлады, қандай мақсат қойды, қандай мақсатқа қол жеткізді, қандай мақсатқа қол жеткізе алмай өтті, қандай затқа ұмтылды, қандай заттан қашып жүрді. Осыны айта аласыздар ма? Ал соның бәрі осындай аталы кітапта жазылған болған. Міне сондықтан әр адам өзінің барлық аталарының қандай кісі болған, нені армандаған, нені ойлаған біліп өскен. Міне сондай адамдар осындай кітаппен, осындай аталы кітаппен тәрбие көрген қыз бала болсын, ұл бала болсын, ешқандай өзге діннің өкілдеріне көңіл аудармайды. Ешбір басқа дінге ауыспайды. Ал сіздер біздің тарихымызды қараңыздар, қазақтың тарихын. Бізге айтады, Шыңғысханның кезінде біздің аталарымыз Тәңірге сенген дейді. Содан кейін Алтын Орда ыдырап күйреген кезде біздің аталарымыз мұсылман дініне ауысты. Содан кейін Ресей империясында революция болып, жын шайтандар шыққан кезде бүкіл ел болып біз Құдайдан бездік, Құдай жоқ деп жар салдық. Содан кейін 70 жыл өтті. Өздеріңіз білесіздер. Кеңес үкіметі күйреп бытырағаннан кейін Қазақстан егемендігін алды. Енді біз Құдай сақтап қайтадан ислам дініне ауысып жатырмыз. Сонда сол тарихқа үңіліп қараңыздар. Неліктен халық, жаппай бүкіл халық бір діннен екінші дінге ауысады? Соған қандай себеп салдар бар? Егер соны ойлап қарасаңыздар, онда жас өспірім балалардың өзінің атасы мен әжесінен қол үзіп қалғаннан, тәрбиесін көрмегеннен, жетім балалар сияқты өсіп, жетіліп, мен өзім білем деген қағидамен өскен адамдар, олар өзге дінге ауысып кете алады. Міне сондай оқиғалар біздің тарихта болған. Оны басқа бір жерге барып, іздеп, зерттеудің қажеті жоқ.
бәрі өзімізде. Енді бүгінгі күнді қараңыздар. Бүгінгі күні жаппай қазақтың азаматтары атасы мен әжесінің, бабаларының жатқан жерін тастап қалаға ұмтылды. Қалаға барады, бала табады, ол баласы әкесі мен шешесінің тәрбиесін көрмейді, атасы мен әжесінің тәрбиесін көрмейді. Және табиғаттан ешқандай тәрбие алмайды. Сонда олар кім болып өседі? Олар шын мәнінде кез келген бір айдап келген адасқан басқа дін өкілдерінің алдауымен басы айналып кете береді. Оны біз бүгінгі күні көрмейміз. Бүгінгі күні балаларымыз кішкентай болғандықтан және бізді сыйлайтындықтан олар өздерінің сенім нанымдарын бізге көрсетпейді. Бетіңізге күліп, ілтипат көрсетіп, құрмет көрсетіп, дүниеден шығарып салады сізді. Ал өздерінің балаларын, өздерінің немерелерін сол басқа бір діндерге ауыстырып әкетеді. Сөйтіп, кез келген елді, дүние жүзіндегі кез келген елді адастырып, шатастырып, қайдағы бір жоқ, жаман сайтанның діндеріне айдап алып кетіп жатыр. Сондықтан менің осы жазбаларымның бір жағынан айтқаным, өзімнің тікелей ұрпақтарыма қалдырған өсиеттерім, өзімнің ойларымды осы сөздермен айтқызғым келеді. Егер біз ел боламыз десек, егер біз мәңгілік ел боламыз десек, ғұмырымыз 1000 жылдық болсын, шаңырағымыз ешқашан шайқалмасын десек, онда ешқашан ешкім жасөспірім балалардың атасы мен әжесінің беретін тәрбиесінен ажыратпау керек. Және әр азамат, қыз болсын, ұл болсын, әр азамат өзінің денсаулығы, өзінің елін ойлаған азамат. Міне осылай мен сияқты бейне жазбаға шығарып, ғаламторға шығарып, өзінің ойындағысын, өзінің арманын, өзінің нені аңсағанын тілге салып, бейнеге жазып, анық сөзбен айтып жариялаңыздар. Бұл ел үшін керек зат. Бұл сіздің үрім бұтағыңыз үшін керек зат. Ертеңгі күні қандай жағдай болмасын, немере шөберелеріңіз, немене шөпшектеріңіз осы бейнені көріп қалса, бұл менің аталарымның айтқан сөзі. Олардың арманы осындай еді. Олардың аңсағаны осы еді. Осылардың салт дәстүрі осындай еді. Біз де осыған ұмтылайық. Біз де мына өзге шатастыратын діндерден аулақ жүрейік деген ойы жүреді. Міне сол ойын біз де жеткізуге тырысайық. Осыдан қашпаңыздар, ұялмаңыздар. Бейне жазбаларды жазыңыздар. Ойларыңыздағыңызды анық айтыңыздар. Артық сөз болса кесіп тастайсыздар. Монтаж жасап, бейнелеп, әдемілеп шығарасыздар. Бірақ өз ұрпақтарыңыздан ұялмаңыздар, қашпаңыздар. Сіздер және тағы да айтаты кететін жай, әр адамның Құдайдың берген екі періштесі бар. Ол адамның ары мен ұяты. Ары адамның алдында жүреді, ұяты оның артында жүреді. Кез келген адам жаман істі жасар алдында осы ары оны тоқтатады. Ей, пенде тоқта, ондай іске барма деп бірінші ескерту береді. Ашу үстінде ойламастан адам сол жаман істі істегеннен кейін ертеңгісін ұяты оянады. Ұяты айтады, осы істегенің дұрыс емес болды. Енді сол істегеніңді түзетуге тырыс, және ешқашан болашақта ондайды жасама деп айтады. Міне солай әр адамға Құдайдың өзі періштелерін, сақтайтын періштелерін берген. Енді дін жайлы айта берсек, бұл өте көлемі кең тақырып. Сондықтан алдағы күндері осы жайлы тағы да бейнелер жазылады. Ал осымен бүгінге тамам. Сау саламатты болыңыздар, ағайын.